ошондо бул дурус сөйлөйүк багдарламалар циклы. Келеси биздин бир такырыбымыз ол тилек айтуу жайында айтып өтсек. Тилекти калай айткан дурус, тилек айтуудун ерекшеликтери бармы? Осы маселе жөнүндө. Әрине ерекшелиги бар. Ерекшелиги болгондо кандай? Мынау бизди тыңдап отыргандар казак тилин үйрөнөм, казакый ортада өзүмдү эркин сезинетиндей тилди билсем деп отыргандар го энди Нурсултан. Сондуктан тилек айтпаса казакый ортада жүрүү эркин өзүн сезинүү мүмкүн эмес. Бул ауызша карым катнаста күнделиктүү биздин алдымыздан чыгатын жагдайат. Тилек айтатын жагдаяттар көп болот. Біз алдыңғы аудио курстарда айттық қой, қоштасқанда да тілек айтып қоштасады қазақтар, амандасқанда да тілек айтып амандасады. Бұлай қарасаң, тілек айту тек қана бір қуанышты оқиғаға байланысты болатын этикеттік норма емес, жалпы қазақтың тұрмысында өте жиі кездесетін жағдаят. Сондықтан қателерге ұрынбау керек. Біз енді курсымызда ылғи орыс тіліндегі құбылыстармен салыстырып отырамыз, өйткені көбіне қазақ тілін үйреніп жүргендер, енді орыс тілін жақсы білетіндер, орыс мәдениетін жақсы түсінетін адамдар. Мысалы, солар мына орыс тілінің тілек айту нормаларын бізге әкеп салады. Мысалы, мынандай мерекелерде, әсіресе ресми корпоратив дейді ғой, сондай жиындарда қазақтың қыз жігіттері құрметті бәленбай, ешқашан қартаймаңыз деп айтып тұрады. Ешқашан қартаймаңыз деген сияқты. Бұл қазақтың тілек айту дәстүріне жат нәрсе. Өйткені енді өзің ойлашы, Нұрсұлтан, кім қартаймайды? Иә. Сен де қартаясың, мен де қартаямын. Қартаймайтын қалай ойлайсың? Астафыралла, кім қартаймайды? Шайтан қартаймайды. Сондықтан немесе өліп қалған адам қартаймайды ғой. Жастай өліп қалған. Сондықтан қазақтың ақсақалдар әдетте ешқашан қартаймайыңыз десе, тайтар мен саған немене шайтан бедім деп айтады. Астафыралла. Сондықтан тілек айтқан кезде қазақ ортада егер сіз ол кісіге үлкен ғұмыр тілесеңіз, ұзақ ғұмыр тілесеңіз, жасыңыз ұзақ болсын, ақ басты ақ сақал, сары тісті әже болыңыз деп айтады. Бұл деген сөз сүйкімсіз болыңыз деген сөз емес. Бұл деген сөз жасыңызға жас қосылған сайын айналаңызда сізді қадірлейтін, құрметтейтін туыстарыңыз, немере шөберелеріңіз көп болсын деген сөз. Сол сияқты әрбір ситуацияға байланысты да айтылатын тілектер көп. Енді баяғы кезде мал бағып жүрген адамды кездестіріп қалсаңыз, далалы жерде, онда оны көрген кезде бағар көбейсін деп айтады. Бағар деген бағатын малың көп болсын деген сөз. Енді мысалы диханшыны кездестіріп қалсаңыз, қырман тасысын деп тілек айтады. Яғни астығың көп болсын, өнімді көбірек ал деген жақсы игі тілек. Енді осындай қолданыстарды қазіргі заманға да икемдеп, әрбір кәсіп иесін көрген кезде сол кәсіп иесіне қатысты тілектерді құрастырып айтуға болады. Жазар көбейсін дейміз біздер мысалы. Тілтанушылар бір-бірімізді көрген кезде қалжыңдасып. Содан кейін енді мынандай қазір саулық тілеймін деген қолданыс көбейіп жатыр да. Енді саулық деген сөздің өзі жеке дара тұрған кезде сау болушылық, аманшылық дегенді білдіреді. Бірақ енді саулық деген сөз ол амоним сөз. Мысалы, он саулығың болғанша ақ жаулығың болсын деген мақалдағы саулық ол қойды білдіреді. Қойдың аналығын, Сондықтан саулық деген сөздің өзін жеке дара қолданғаннан гөрі ден саулық тілеймін деп айтқан жақсы. Содан кейін енді мына саламат деген сөзді шатастырады. Сау салауат болсын деп айтып қалғандарды да кездестірдім. Өйткені қазір қате қолданысты дәріптейтін телеарналар, журналистер, бағдарламалар, тіпті мынау үлкен қоғам қайраткерлері де көбейіп кетті. Қате қолданыс деп отырғаным салауатты өмір салты деп айта береді. Здоровый образ жизни деген. Бұл дұрыс емес па сонда? Бұл өте дұрыс емес. Өйткені салауат деген сөз қазақ тіліне, араб тілінен енген. Салауат деген ол рақымшылық, амнистия, кешірім дегенді білдіреді. Мысалы, сау салауат емес, сау саламат болыңыз деп айту керек. Саламат деген аманшылық, денсаулық, тірі болушылық, жаңағы бүтін болушылық дегенді білдіреді. Сондықтан салауат пен саламатты шатастырмау керек. Енді тілек айту кезінде осындай түрлі тілектер бар. Мысалы, жасы үлкен кісіге амандасқан кезде, немесе ол кісіге бір тілек айтқан кезде, ол кісі сізге қайтара тілек айтады, өркенің өссін дейді. Сол сияқты егер тіл үйренушілердің ішінде жасы үлкен кісілер болса, мысалы, осындай тілектерді де жаттап алған абзал. Өркенің өссін, бағың жансын деп әдетте қыз балаларға айтады. Бағың жансын, жолың болсын, маңдайың жарқырап жүрсін деген сияқты толып жатқан өзінен жас кішілерге арналған тілектер бар.
тағы да бір осы көп кездестіретін қате, мысалы тіпті жазып қояды, асханаларға барсаңыз асыңыз дәмді болсын деп жазып қояды. Мүмкін қазір енді ол көп қолданысқа еніп нормаға да айналып бара жатқан шығар, дегенмен де мына қазақы ұлттық таным тұрғысынан кез келген ас ол дәмді ас. Иә. Дәмсіз ас болмайды. Сондықтан да Ас болсын деп айту керек. Кез келген, ал енді жеп отырған тамағың ас болмайтын кездер де болады. Бойыңа сіңбейтін кезде болады. Бойыңа сіңсе де жақсы болмай, ондайда қазақ жегені желкесінен шықты дейді. Сондықтан сол жегенің желкеңнен шықпас үшін ас болсын деп айту керек. Кез келген ас ол дәмді, дәмсіз деп бөлінбейді. Рахмет сізге, Анархан. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.